Құранның келесі ішкі әдебі түсінуге, мағынасын сезінуге тосық болатын, кедергі болатын нәрселерден арылу. Кейде Құран оқып жатамыз, бірақ әсерленбейміз. Құран оқып жатамыз, мағынасы ашылмайды. Ол адамның жүрегінің тазалығына байланысты. Егер адамның жүрегі таза болатын болса, Алла субханала тағала оған мағыналарын ашып береді. Ғұламаларымыз Алла субханала тағала аяттарын күнмен салыстырады. Ал сіздің жүрегіңіз айна секілді. Егер айна таза болатын болса, кір болмаса, әлбетте ол күннің шуағы айнаға түседі да, одан сәуле беріледі. Айна таза болмайтын болса, күн қанша ашық болғанымен айнаға түспейді. Біздің жүрегімізде қанша таза болатын болса, соншалықты біз Құранның мағынасын түсінеміз. А егер жүрегіміз таза болмайтын болса, Алла субханала тағала аяттарынан пайда ала алмаймыз. Ғұламаларымыз айтады, Құранды түсінуге тосық болатын нәрселер 4 түрлі болады деді. Бірінші тосық болатын нәрсе, бұл көбінше қарылар, Құран жаттап жүргендер түсіп қалатын шайтанның азғыруы. Ойының бәрі, пікірінің бәрі тек қана әріптермен болу. Әріптерді дұрыс шығару, тәжвидпен оқу әрбір мұсылманға міндет. Бірақ кейде шайтан азғырады, адамның ойын бәрі тек қана әріптермен болады. Әсіресе осы Құран жаттап, Құран дұрыс оқуды үйреніп жүргендер. Құран оқып жатады, ойының бәрі тек қана мағынада емес, әріпте. Мына әрбім дұрыс шықты ма? Мына жерде 4-ке создым ба? Немесе 3-те 85 болып қалды ма? Ихфам азырақ болып қалған жоқ па? Изхарым дұрыс шықты ма? Бұл нәрседе шектен шығып кету, ол да шайтанның уасуасы. Өзімізде оқуда жүрген кезде, шейхтарға Құран тапсырып жүрген кезде, Құран естісек, ойымыздың бәрі тек қана қалай оқып жатыр? Дұрыс оқып жатыр ма? Әріптері дұрыс шығып жатыр ма? Махаражы қандай екен? Ойдың бәрі тек қана сыртқы көрінісінде болады. Ол керек, бірақ ол нәрсенің де өзін тоқтайтын жері бар. Кейде шайтан адамды осындай жолмен де Құранды түсінуден тосып қояды. Тек қана әріптерімен болады. Ойының бәрі тек қана тәжвидте болады. Бұл бірінші Құранды түсінуден адам тосатын нәрсе. Екіншісі, бір топтың жетегінде болатын болса, бір ағымның жетегінде жүрген адам болса, сол топтың шейхтары бұл аяттың мағынасы мынау деп түсіндіріп берсе, соған қатып қалады да, одан басқа бір мағыналар келіп жатса, жүрегіне Алла субханала тағала басқа бір мағыналар салып жатса, жоқ, бұның бәрі адасу, мен әлгі ұстазым айтқан мағынадан таймауым керек, бұның тек қана сол мағынасы бар, одан басқа ешқандай мағынасы жоқ деп соған қату. Яғни мысал, Құранда Алла субханала тағала «Вақалатил яхуду ядуллахи мағлула». Яхудтер айтады, Алла субханала тағаланың қолы байлаулы деп. Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, яғни киная анил бухул. Олардың айтпақшы жатқан Алла сараң дейді. Қолы байлаулы дегені Алла сараң дейді. Бір аяттарда олар «Инналлаха фақиру ва нахну агния». Алла кедей, біз баймыз деп айтқан. Бір аятта «Анутайму маллау яшауллаху ат'ама». Неге Алла өзі қаласа тамақтандыратын адамдарды біз тамақтандыруымыз керек деді. Неге Құдай өз рызқын жеткізбей ме оларға деді. Бізден де сөйтіп айтатындар бар. Олар Алла сараң, қолы байлаулы деп айтады. Астағфирулла. «Гуллат айдихим ва лу'ину бима қалу». Олардың өздерінің қолдары байланды. Және сол сөздерінің себебімен лағнатқа ұшырады, Алланың қарғысына ұшырады. «Бәл ядаху мабсутатан». Алла субханала тағаланың екі қолы да ашық. Тәфсирінде ғұламаларымыз, яғни Алла субханала тағаланың екі нығметі де ашық деді. Алла субханала тағала бізге екі нығмет берген. Құранда айтқандай, «Асбаға алейкум ни'амаху захирата ва батина». Сендерге ішкі және сыртқы нығметтерін төгіп үйіп беріп қойды деді. Сыртқы және ішкі, яғни дүнияуи және діни нығметтер. Алла субханала тағала дүнияуи адамға шексіз нығметтер беріп қойды. Діни шексіз нығметтер беріп қойды. Тура жолды көрсетті, пайғамбарлар жіберді, кітабын түсірді. Алла субханала тағаланың кешірімі күнәһарларға. Бұның бәрі Алланың діндегі нығметтері. Яғни Алла субханала тағаланың қолы ашық, нығметтері шексіз деген аят. Кейбіреулер келеді, бұл аяттан тек қана жоқ Алланың шынайы екі қолы бар деп түсінеді. Оған келбе, бұл жерде Алла субханала тағаланың жомарттығы жайында айтылып жатыр десеңіз, жоқ сен аятты бұрмалап жатсың, аятты жоққа шығарып жатсың деп. Яғни бұл өзінің ұстазынан естіген нәрсеге қатып қалған. Бұл аяттан Алла субханала тағаланың нығметтерін сезінуге болады, шексіз нығметтерін. Ол адам Алла субханала тағала жүрегін сол әлгі шейхынан естіген сөзбен тосып қойған. Оған басқа мағына келіп жатса, қабылдамайды. Бір жаңа мағыналар Алла субханала тағала жүрегін ашып жатса, шайтан келеді, бұл сенің үйренгеніңе қайшы ғой, бұған жақындама, бұны таста деп, оны ол мағынадан тосады. Бұл да адамның жүрегін тосатын нәрселерден. Үшіншісі, күнәнің себебі. Адамның көңіл қалауына еріп, күнәға батып жүруі.
Бұл адамның жүрегін қарайтатын, Құранды түсінуден адамды тосатын ең үлкен себеп. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде адам баласы бір күнә істесе, жүрегінде қара нүкте пайда болады деді. Тағы күнә істесе, тағы қара нүкте. Сөйтіп, соңында жүрек қап-қара болып шыға келеді. Яғни әлгі айна үстінен шаң басып, тот басып қалды. Одан кейін оның жүрегіне ешқандай мағына келмейді. Алла субханала тағала жүрегін ашпайды. Егер Алла субханала тағала Құранға деген бізді жүрегімізді ашуын қаласақ, ең үлкен тосық болатын нәрсе осы күнәлардан арылу, жүректі тазалау, тәубе ету. Ал күнә істеп жүріп, мына жақтан Құран оқитын болсақ, оның ешқандай пайдасы болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан риуаят етілетін хадисте: "Иза аззамат уммати ад-динар вад-дирхам нузи'a минха хайбатул ислам, ва иза таракул амра бил ма'руфи ван-нахи анил мункар хуриму баракатал вахи." Егер менің умметім динар мен дирхамды ұлықтайтын болса, яғни дүниенің артынан қуатын болса, олардан исламның хайбаты алынады деді. Яғни мұсылман адамның өзінің хайбаты бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Нусирту бир-ру'б мин масирати шахр" деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субханала тағала сондай ерекшелік берген. Бір жерге дұшпандарға баратын болса, бір айлық жерден олардың жүрегіне Алла субханала тағала қорқыныш кіргізіп қоятын болады. Сол сияқты ол мұсылман адамның да басқалардың алдында сұсы бар. Бірақ қашан біз дүниені қуып кететін болсақ, онда Алла субханала тағала оны алып қояды. "Ва иза таракул амра бил ма'руф ван нахи анил мункар", жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтаруды тастайтын болса, хуриму баракатал вахи, вахидің берекесінен махрум болады деді. Хадисті имам ибн Аби Дуния рахмахуллах, Фудайл ибн Аяд рахмахуллахтан Әл-Амр бил ма'руф кітабында келтіреді. Ибн Аби Дуния бұл да үлкен мухаддис уламалардан, толық аты Абдулла ибн Мухаммад Әл-Қураши, 208-ші туылған. Бұл кісіден хадис риуаят еткен мухаддистерден имам ибн Аби Хатим, ибн Хузайма, ибн Маджалар. Яғни солар хадис алған үлкен ғулама, имам ибн Аби Дуния. Фудайл ибн Аяд рахмахулла айтады: "Хуриму баракатал вахи", вахидің берекесінен махрум болады деген, яғни хуриму фахмал Құран, Құранды түсінуден махрум болады деп түсіндіріп береді. Алла субханала тағала Құран кәрімде қарайтын болсақ, Құран тура жол дейді. Құран адамдар тура жолға бастаушы, ақиқатты көрсетіп беруші. Бірақ кімдерге? Құранда Алла субханала тағала табсирата ва зикра ликулли абдин муниб. Бұл бір тура жолды көрсетуші және ескерту ликулли абдин муниб. Әрбір Аллаға бойұсынушы, Аллаға қайтушы пенде үшін. Ол тура жол, ол ескерту. Бірақ кімдер үшін? Ол Аллаға бойұсынған, Аллаға әрдайым қайтушы. Сәл ұзақтап қалса, өзін жалғыз қалғанын сезінеді. Алла субханала тағала ұзақтағанын сезініп, әрдайым лезде Алла субханала тағалаға қайтып отырушы адам. Уама ятазаккару илля ман юниб. Құранда Алла субханала тағала айтады: "Бұдан тек қана Аллаға бойұсынған, Аллаға әрдайым қайтатындар ғана ескерту алынады" деді. Оларға ескерту болады. Иннама ятазаккару улул албаб. Шын мәнінде Құраннан ақыл иелері болғандар ғана ескерту алынады деді. Яғни Құран оларға ескерту болады. Бұл дүниені ақиреттен жоғары қойғандар, ақиретін ұмытып, бұл дүниенің артынан қуып жүргендер ақыл иелері емес. Алла субханала тағала Құран ақыл иелері үшін ескерту дейді. Сол үшін де Құранды түсінгіміз келсе, Құранды естіген кезде әсерленгіміз келсе, күнәдан арылу керек. Алла субханала тағала Құран кәрімде шынайы мұъминдерді: "Иннамал муъминуна аллазина иза зукираллаху важилат қулубухум, ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана." Шынайы иман келтіргендер, егер Алла зікір етілсе, жүректері елжірейді. Аяттар оқылатын болса, имандар артады дейді. Біздің қайсымыздың иманымыз артып жатыр? Қайсымыздың Алла субханала тағаланы зікір еткен кезде жүрегіміз елжіреп жатыр? Егер сол Алла субханала тағала шынайы иман келтіргендер дегендердің қатарына кіргіміз келсе, күнәдан арылу керек. Алла субханала тағалаға тәубе ету керек. Және төртінші тосық болатын нәрсе, алдыңғылардан келген, бізге жеткен тәфсир болатын болса, бір аяттың мағынасында бұдан басқа мағынасы жоқ деген ойда болу. Яғни кейбіреулерге Құранның бір мағыналар айтылып жатса, жоқ, ол жайында мына мағынасы келген ғой, мысалы Ибн Аббастан келген, немесе Мужахидтен былай деп келген ғой дейді. Бұл мағынасын ешкім жоққа шығармайды. Ал Құранның одан басқа мағынасы жоқ па? Шариғатқа сай келіп жатса, алдыңғылардың тәфсирін жоққа шығармаса, Алла субханала тағала ғұламалардың жүректеріне жаңа мағыналарды аша береді. Бізде қазір қанша тәфсирлер бар? Тәфсирлер өте көп. Ал егер Құранның мағынасы тек қана сол Ибн Аббас немесе Қатададан, Мужахидтен келген мағына ғана болатын болса, сонша тәфсирлер қайдан жазылып жатыр? Әрбір тәфсирдің өзінің ерекшелігі бар. Алла субханала тағала сол ғұламалардың жүректерін ашып жатыр, және олар сол аяттарға мағына беріп жатқандықтан.
Егер мәселе тек қана тәфсир бил мәсур, алдыңғылардан риуаят етілген ғана мағыналар болатын болса, тәфсир болатын болса, онда бірақ тәфсир жазылар еді, одан басқа тәфсир жазылмас еді. Бірақ Алла субхана ва тағала ғұламалардың жүректерін ашады, оларға жаңа мағыналар береді, және олар сол үшін де тәфсирлерді жазып жатыр. Қияметке дейін иншалла жазыла береді. لا شريك لك لبيك إن الحمد